Әлемдегі сот ісінде талай қателіктер болғаны рас. Соның салдарынан қаншама жазықсыз адамның өмірі темір торда, тар қапаста өтті. Қаншасының өмірі мәңгілікке қиылды. Бұл Джордж Стенни 1944 жылы жасамаған қылмысы үшін жазықсыз өлім жазасына кесілген. Ол Америка Құрама Штаттары тарихында осындай жазаға тартылғандардың ішіндегі жасы ең кішісі болып есептеледі, және бұл оқиға әлемдегі ең демократиялы мемлекеттің сот жүйесіне өшпейтін қара таңба қалдырды. Сонымен Джордж Стенниге қандай айып тағылды? Жасөспірімді өлім жазасына кесу кезінде қандай қиындықтар туындады? Оны ақтау ісі қалай жүргізілді? Бұл туралы бүгінгі шығарылымда айтамыз. Алдымен лайк, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Джордж Стенни 8 жастағы Мэри Эмма Теміз бен 11 жастағы Бетти Джун Бинникер есімді екі қызды зорлады және өлтірді деген айыппен 1944 жылы қамауға алынған. Қыздардың денесі оңтүстік Каролина штатына қарасты Алколу қаласындағы шіркеу маңынан балшыққа толы арықтан табылды. Тергеу қорытындысы бойынша қылмыскер Мэри мен Беттиге қорлық көрсетіп, артынша аяусыз соққыға жығып өлтірген. Ол уақытта Алколу қаласы ортасы темір жолмен бөлінген ақ және қара деп аталатын екі ауданнан тұратын. Қара нәсілділер мекендейтін жағында жұмыссыздық, кедейшілік, қылмыстық әрекеттер басым болды. Ал велосипедпен гүл теруге барған қыздар дәл осы афроамерикандықтардың ауданында өлтірілген. Бірнеше куәгер полицияға берген жауаптарында Джордж Стеннидің сол күні қыздармен жол жиегінде сөйлесіп тұрғанын байқағанын айтады. Сондықтан ол бұл істе басты күдікті болып есептеледі. Дегенмен Джордждың тура қылмыс уақытында сол жерде болмағандығын айғақтайтын дәлел назарға алынбады. Жасөспірімге қатысты сот небәрі 3 сағатқа созылды. Отырыста қорғаушы ретінде мемлекеттік құрылымда жұмыс істейтін салық комиссары сөз сөйлейді. Ал куәгер ретінде денелерді тапқан жергілікті тұрғын және қылмыс орнында жұмыс істеген дәрігерлер қатысады. Баланы ұстаған полицейлер Джордж қылмыс істегенін мойындағанын айтады. Алайда бұл дерек ешқандай құжат ретінде қағаз жүзінде тіркелмейді. Сот тек полицейлердің сөзіне сенеді. Заңға сәйкес Американың әділетті сотында соңғы шешімді алқабилер қабылдайтын. Бірақ олардың қатарында бірде-бір қара нәсілді адам жоқ еді. Алқабилер айыптаушының өлім жазасына кесу туралы сұранысына аз ғана уақытта келісім беріп, барлығы бірден-ақ күнделікті шаруаларына кірісіп кеткен. 2 айдан кейін, яғни 1944 жылы 16 маусымда Джорджды комиссиямен қаза тапқан қыздардың жақындарының көзінше электр үстелінде тоқпен ұрып өлтіреді. Сот архивінде аталған қайғылы оқиғаның хаттамалары сақталған. Онда жасөспірімнің денесі өлім жазасына кесу құралына тым кіші екендігі, білегі мен тобығына белдік байлау мүмкін болмағаны, сол үшін қол аяғы жіппен бекітілгені жазылған. Сонымен қатар жазаға тарту кезінде өзге де техникалық қиындықтар туындаған. Мәселен, Джорджды үстелге отырғызғанда биікте орналасу үшін түрмеде қолынан тастамаған және өлім жазасына кесетін орынға өзімен бірге алып барған Библия кітабын астына қоюға тура келген. 2014 жылы 17 желтоқсанда, яғни Джордждың өлімінен соң 70 жылдан кейін судья Кармен Маллен бірнеше заңсыздықты алға тартып, жасөспірімді өлім жазасына кесу туралы шешімді жоққа шығарады. Бұған Стенни отбасының қорғаушысы Рея Чендлер мен жергілікті қоғам белсенділері Берджесса мен Маккензидің әрекеті түрткі болған. Олар 2013 жылдың 25 қазанында Джордждың кінәсіз екендігіне дәлел барын айтып, істі қайта қарауды сұрайды. Қорғаушы сот отырысы кезінде судьяға Стеннидің туыстарының жауабын, яғни Джордж қылмыс кезінде жақындарының қасында болғанын жеткізеді. Сонымен қатар 1944 жылы Джорджбен түрмеде бір камерада отырған Уилфорд Хантердің жауабыдан назарға алынады. Джордж оған кінәні мойнына қасақана ілгенін, қылмысты мойындатқанын және өзінің мүлдем кінәсі жоқ екендігін сенімді түрде айтқан. Достар, Джордж Стенни туралы қысқаша шығарылым осымен тәмам.
Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыз. Қоңырау шанын да белгілеп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.